келесілерді құдаңызбен 3 рет төс қақстырасыз. Төс қақстырып болғаннан кейін, кім бірінші мықымнан ұстап жерден көтереді, сол Құдай қаласа дүниеге келген 2 перзенттің тұңғышының атын қояды. Қалай? Справедливо? Әділі ме, әділдік болса шапалап ұрыңыздар. Құдайға, я понимаю, весовая категория не совпадает, но айғырдың бойына емес пысқырғанына қара дейді ғатан қазақ. Ой, Құдайға. Готовим ладони! Мамалар бастайды! Мамалайын ба? Құда, бірінші бұл! Давай, вперед! Жүгір мама! Жүгір мама! Шапалақ қайда! Сұрап! 1, 2, 3, өтті! Неге өзіңізбен өзіңіз әуре жүріш құдаңыз көтеріп? Үлгендер тұрғанда сіздерге ат қою қайда? Хорошо, құдағи готовы? Мама готова? Шапалақ дайын ба? Мамы! Еще лучше понимаем, мамы! 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Мен жүзге дейін солай беріп, құлай бересіңіз онда? Шапалақ мамаларға! Келіңіз, не все. Енді сіздер дүйім жұрттың көзінше екеуіңіз қазір ант бересіздер. Бірінші құдағи, кеңіз құдағи, жан құдағи. Менің сөзімді қайталайшы, жақсылап тыңдап алыңыз. Құрметті қонақтар, саламатсыздар, той құтты болсын, қош келдік, қош көрдік. Мен өзімнің алтындай Альмира құдағимен ешқашан ұрыспаймын деп ант беремін и өзімнің бибігүл қызыма звандай бермеймін деп өте береміз. Хорошо? Готовы, құдағи? Құдағидың ант беру ағайын. Құдағи Альмирамен ешқашан ұрыспаймын. Мама, слушайте внимательно. Құрметті қонақтар, бүгінгі тойымызға қош келдіңіздер. Той баршаңызға жұғысты болсын. Мен де өзімнің құдағиым сияқты ант суын ішемін. Мен де ешқашан өз құдағиыммен ұрыспаймын. Ұрысуға себеп де бермеймін. И бибігүл қызына ұрыспаймын деп уәде бересіз. Хорошо? 2-3 дегенде бәріңіз оң қолдарыңыз көтересіздер де құдағимен папа мамаға қаратып вы лучшие деп айқайлайсыздар. Ясно? 3 дегенде оң қолды көрсетіп вы лучшие деп айтасыздар. 1, 2, 3. Вы лучшие! Так, стоп, на столдан басқа ешкім орысша өлмей ма не? 3.